Міне осылайша екеуін Алла тағала жәннатқа кіргізіп, мына ағашқа жақындамаңдар деп, ана шайтанға байқаңдар, екеуіңді жәннаттан шығарып жіберіп жүрмесін деп отыр. Сонда Алла тағала бөгеген жоқ шайтанның уәсуасын, қабілеттерін, білімін, жоспарларын бөгемейді екен ол ешқашан. Сіз ба? Адам реально сыналу керек та. Бірақ ол қанша жоспар жасаса да, уәсуас жасаса да, сұлтандық жоқ екен ода. Ол ешқашан міндеттеп, мәжбүрлеп істей алмайды. Түсіндіңіз ғой? Мына жерде бір қағаз тұрса, сіз ол қағазды мына жерден бір жерге қоя аласыз дегенде, ол оны қозғалтамайды. Түсіндіңіз бе? Ол сұлтандық жоқ сізге. Сізге байланысты сұлтандығы мүлде жоқ, тек егер өзіміз тыңдап қалмасақ. Енді қараңыздар. Жаңағы жәннатқа кірген кезде қызғаныш кетті, бағанағы жоспарлар, содан өзінің азғыру тәсілдерін ұйымдастырады. Фавасваса лахума шайтану. Көп кідірместен шайтан екеуіне уәсуәс қылды дейді, азғырды. Екеуінің жәннатқа қоя берілген кездегі киімдері нұр болған. Дене мүлде көрінбейді, нұр. Содан осындай Алла тағаланың әмірі сондай, өздері жаңағы ризықтарын жеп, рахаттанып, жәннатта өмір кешіп жатқан кездер еді. Сөйтіп шайтан екеуіне уәсуәс жасады дейді. Ана ағаштан жесе, мына аяттағы мағынада, ағаштан жесе, ана нұр кетеді. Сөйтіп біздікіндей дене қалады екен, киімсіз. Көрді, шайтан осыған дейін ойластырған ғой. Сондықтан Алла тағала оның ол нәтижеге жұмыс істейді дейді. Сіз бе? Анау нәтижені істеу үшін алдыңғы шарттарын әдемілеп алып келеді дейді. Сіз оны білмейсіз де, ол қай нәтижеге кетіп бара жатқаныңызды білмей қаласыз. Сонда міне Алла тағала қай нәтижеге кетіп апара жатқанын көрсету үшін ана өздерінің бір-бірінің көздерінен жасырылып тұрған денелері, ұятты мүшелері, сол нәрселерді бір-біріне ашып көрсетіп жіберу үшін шайтан екеуіне уәсуәс қылды дейді. Азғырды дейді. Сосын келіп мынандай сөзді айтты дейді. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Адам жаңағы бақтың ішіне кіргеннен кейін, жәннатқа кіргеннен кейін адам нені ойлайды өзі жалпы осы өмірде? Басыңызға бір бақ келсе не істейсіз? Мына бақ ешқашан кетпесе екен дейсіз де. Сосын адамның өзі ең жақсы көретін нығметтерінің ішіндегі өмір ғой. Өмір ұзақ болса екен дейсіз. Сол екі жақтан келді оған. Осы екі нәрсені ұсынып жатыр да оған. Жалпы сендерге Раббыларың бұл ағаштан тыйған кезде сондай бір қатты тыйым ретінде тыйған жоқ дейді. Асылы күнә емес дейді бұл. Құр періштеге айналып кетпеулерің үшін. Не мәңгілерден болып кетпеулерің үшін деген нәрсе. Егер бұдан жесеңдер, мәңгі боласыңдар. Мына бақты одан ешкім аламайды. Ана ойды солай салған Алла тағаланы еске алудан ажыратып жіберді ғой, түсіндіңіз ба? Алынбай қалды да. Жаңағы жаққа қарай кетіп бара жатырмыз ғой былай. Мәңгі боласың, періште болып кетесің. Көрдіңдер ғой періштелердің қандай нәрсе екендігін. Осындай жаңағы әдемілеп әкеледі. Бұл күнә емес асылы. Құр Алла тағала солай қалаған еді. Періште болып кетпесін деп сендерді, мәңгі болып кетпесін деп. Міне осындай уәсуәстарын келтірді дейді Алла тағала Құранда. Сосын сөзіне адам күмәнданып қалмас үшін бір тәсілді қолданған екен. Не дегенде Алланың атын қолданған. Соған дейін бөгемеген ғой Алла тағала, қараңыз. Соған дейін бөгемеген, өйткені құл өзін көрсету керек.
құл өзінің адалдығын көрсету керек Аллаға. Сонда жаңағы уақосамахума дейді, ант ішті дейді сол жерде екеуіне. Алламен ант етті дейді. Мына сөзді айтты дейді, инни лакума ламинан насихин, сөзсіз мен екеуіне адалмын, Алламен ант етем деген сөздерді айтты дейді. Сонда ғұламалар айтады, жалпы Алланың аты аталған жерде мүмин көбіне алданып қалады дейді. Соқтан шайтанның кейбір адамдарға үйрететін тәсілдердің бірі Алламен ант еткізіп жіберу. Бұл тәсіл Мединада өте үлкен деңгейде не алды мұнафықтар тарапынан. Мысалы Тағала олар туралы айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Мужадала сүресінде айтады: "Ta'lam tara ilallazina tawallaw qauman ghadiballahu alayhim." Ей пайғамбар, көрмедің бе, анау 200-лерді айтып отыр да. Көрмедің бе аналарды? Алланың ашуына ұшыраған қауымды, яғни иудейлерді Мединадағы. Алланың ашуына ұшыраған қауымды, ана иудейлерді дос тұтып жүргенін дейді. Ва яхлифуна алал казиби ва хум я'ламун. Өтірікті айтады да Алламен ант етіп жібереді дейді. Өздері біледі дейді өтірік екенін. Не үшін сенің алдыңа келгенде Алланың атын қолданады дейді олар антқа? Иттахузу айманахум джуннатан. Сенің алдыңда кеп өзінің ақ екенін, сенің ақ көңілдігіңді пайдалану үшін ешкімнің жүрегіне кіре бермейтініңді. Валлахи деп сенің қасыңа кеп сөйтіп айтады да, сосын сен үндемей қаласың. Алланың аты аталған ең болды ғой енді. Олар сосын жаңағы фасодду, Алланың атымен ант етіп жібереді жаққа барып бүлдіреді дейді қазір. Фасодду ан сабилилла. Иннахум са'a ма кану я'малун. Сөзсіз олардың істеп жатқан нәрселері қандай жаман еді дейді. Бұнымен тоқтамайды дейді олардың анттары. Яуба ябасухумуллаху жамиан. Аллах Тағала олардың барлығын қиямет күні қайта тірілткен кезде дейді. Соншалықтан қанына сіңіп кеткен дейді, Алланың атымен өтірікке ант ете салу. Фаяхлифуна лаху кама яхлифуна лакум. Сендерге ант етіп жүргендері секілді бүгін өтірікке Алланың атымен. Алланың алдына кеп сол жерде де ант айтады дейді олар. Қараңыздар. Уаяхсабуна аннахум аля шей. Алла Тағала жазасын жібермей тұрғаннан кейін ойлап жүр дейді. Бір керемет тәсіл тауып алдық қой өзімізге деп. Күшті болып отыр бәрі деген дейді. Мен олар деген барып тұрған өтірікшілер дейді Алла Тағала. Сондай адамдар болады. Мысалы Бақара сүресінде де Алла Тағала айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фаминан наси ман ю'джибука қаулуху фил хаятид дуния." Сондай бір адамдар бар дейді, қоғамның ішінде бір керемет қайраткер болып жүруі мүмкін да. Сөйтіп сенің қасыңа келеді де сөйлегенде енді сөздің түбін солай түсіреді. Аузың ашылып қалады дейді. Ю'джибука, таңғалып қаласың дейді. Но не деген керемет ой, не деген керемет идея сенікі деп ойлап қалуы мүмкінсің дейді да. Ваюшхидуллаха аля ма фи қалбихи. Шын жүрегінен айтып жатырмын деп Алланы куә қыла салады дейді сөзде. Яғни ант етеді. Бірақ білесің бе, мен білем ғой дейді Алла Тағала. Ва хуа аладдул хисам. Нағыз барып тұрған қас дұшпаның осы дейді. Көрдің бе, өзін танытпау үшін сенімен қалай сөйлесіп отыр дейді да. Қашан сенің қасыңнан кетеді, ва иза тавалла, қасыңнан кетсе, саға фил арди фасадан. Жердің бетіне барып бір бүлікті шығарады дейді қазір. Сосын жоспар құрады дейді бүйтіп. Лиюхликар харсаван нәсіл. Қай жердің егінін құрт жіберсем екен дегендей. Қай жердің нәсілін құрт жіберсем екен дейді, қараңыз. Аллаху ла юхиббул фасад. Алла Тағала бүлікті жақсы көрмейді дейді. Қашан сен оны біліп қойып, мынауың болмайды ғой, иттақилла, Алладан қорықсаш деп айтатын болсаң, ана суретін, шынайы суретін сол кезде ашады дейді саған. Ахзатхул иззату бил исм. Сонда бір күнә істеп жіберуге дайын болып тәкаппарланып шыға келеді дейді. Фахасбуху жаханнам. Бұған нервіңді шаршатпай-ақ қой, пайғамбарымыз. Тозақ жетеді дейді бұған. Міне. Вала бисал михат. Не деген жаман орын дейді тозақ, соған арналған. Сол тозаққа қарай осылай істей берсін дейді. Көрдіңіз ба? Осындай адамдар бар. Алдап, көбінесе мұсылман адамнан намазға келіп, неге келген кішкене аңқаулау келеді. Сондықтан неге қоғамда аферистер көбейеді? Өйткені аңқаулар бар. Түсіндіңіз ба? Сол арқылы кәсіп табады олар. Сенесің, етесің, лақтырып кетіп қала береді да, мысалы. Солардың бәрі де ант ішіп жүргендер көбісі. Сондықтан адам алданып қалады да.
Міне осылай кеп ұсынды. Сөйтіп фадаллахума биғурур. Бағана айттық қой, шайтан ешқашан енді түзелмейтіндей құлады деп. Мына жерде де Алла Тағала айтады, адамды да бойұсынудан фадаллахума деген сөз құрмет жамағда дәлләні қолданып жатыр Алла Тағала Құранда. Мысалы шелекті дәлуін деп атайды, дәлуін. Неге? Ана құдыққа бүйтіп түсіріледі. Соны шелекті құдықтың ішіне түсіріп атқан кезіңіздегі қимылда жоғарыдан төмен қарай түсірді деген сөзді. Биғурур. Сөйтіп ол дейді екеуін алдап, қаңыздар, алдап, соқты, алдап, жықты, алдап, түсірді деп отыр ғой екеуін. Болды, түсіп қалды дейді екеуі. Сөйтіп бұл түсіп қалу деген нәрсе жаңағы бақ айырылады енді. Жаңағы нұр киім кетеді. Фәләммә зәқа шәжара. Сөйтіп екеуі сол ағаштың дәмін татқан кезде, ол татылып атқан кезде қандай ой болды? Періштеге айналып кетеді, немесе мәңгі болады деген нәрсе. Керісіншесі болып шықты да. Сөйтіп екеуі сол ағаштан дәмді татқан кезде бәдәт ләхума сауатухума, бүкіл денелері ашылып қалды дейді екеуіне. Қатты ұят, адамды жаратқан кезде бойына ұят деген сипат салған. Ұят қашып кеткен жерде иман да қашып кетеді негізі. Сондықтан ана қысылғандары сонша, ана жаңағы көздері енді ашылды да, үлкен нәрсені білдіріп қойғандарына. Сөйтіп екеуі тофиқа яқсифани алейхима мин шажарил жанна мин варақил жанна. Екеуі бірден жәннаттың жапырақтарын үстілеріне жапсырып, бір-бірінен қашып, тығылып, ағаштардың арасында жаңағы денелерін жауып жатты дейді. Сол кезде сол нәрсемен денелерін жауып, ағаштардың үстіне қашып, жүгіріп бара жатқан адамға Аллах Тағала дауыстайды. Ей адам, менен қашып баратсың ба? Пайғамбарымыздың хадисінде. Жоқ, Раббым, тек қатты ұялып кеттім. Қарайтын бетім жоқ, Раббым менің. Сонда Аллах Тағала айтады: «Ванадахума раббухума». Шақырды дейді Раббылары екеуін. «Әлем анхакума ан тилкума шажара». Тыймап бедім екеуіңді мына ағаштан. Қараңыздар. Тыймап бедім екеуіңді мына ағаштан. Ана екеуі жылап жатыр. «Ва ақул лакума инна шайтана лакум аду мубин». Айтпап бедім екеуіңе, мына шайтан сендерге анық дұшпан деп айтпап бедім. Міне, сол кезде жаңағы жылау, ұялу, күллі нәрсені еске алу, қандай қателік жасағандары күй кешіп жатыр мына жақ. Үлкен тәубаға қарай енді мүмкіндік бар ма, жоқ па белгісіз да. Ол сондай дәрежеде қорыққан екеуі. Енді мүмкіндік бар ба ары қарай Аллаға бойұсынуға, жоқ па? Мына тәуба деген сөздің өзі құрметті жамағат. Біз мысалы, я Раббым, мен саған тәуба еттім деп айтамыз. Сондай-ақ Алла Тағала тарапынан да айтылады, Алла Тағала құлына тәуба етіпті деп. Түсіндіңіз ба? Не деген кезде тәубасын қабыл етті деп біз айтамыз ғой көбіне. Жалғыз ол тәубаны қабыл ету деген мағынада емес. Ол сізді бойұсынуға қайтадан мүмкіндік беру деп аталады. Сонда бойұсынуға қайтадан мүмкіндік бермеуі де мүмкін да, мысалы деген нәрсе тұр. Қорқынышты да сондай, бірақ оның рахымы жеңген. Егер құл сынса, Раббым деп жыласа, мойындаса, кешегі біліс сияқты мен одан хайырлымын деп, керісінше өзін дәлелдеп жатпаса. Сөйтіп, ібліс құлады о жерде, толық күпірлікке қарай, адам күнәға қарай құлап қалды. Бірақ ұят жеп жатыр, тәуба ішінде қайнап жатыр. Міне осындай шындық қайнап жатқан кезде ішінде, мына Аллаға қарай жалбарынатын сөзіңді де Алланың өзі салады екен ғой аузыңызға. Бұндай рахымдықты көрдіңіз ба? Сіздің жүрегіңіздегі шындық қана жетеді екен да. Егер ол шындық болмаса, онда дұғаның бір бетін оқысаң да болмайды ол. Омар радиаллаху анху айтады: мен Раббыма дұға жасаған кезде, дұға тілеген кезімде дейді, мен ол қабыл болмай қалама, естілмей қалама деген нәрсені уайымдамаймын дейді мен. Өйткені мен дұғаны жасағанда Раббым өзі салады дейді оны. Қараңыз. Оны салуымен қоса жауабын қоса әкеледі дейді.
мен тек бір-ақ нәрседен қорқам дейді. Менің уайымдайтын нәрсем бір, мен сол сұрап отқанды жүрегіммен шын сұрап отырмын ба, соны жоқ па? Егер ол шын болмаса, жауап кетіп қалады. Мысалы, біздің біреуміз отырып, болды, ертеңнен бастап өсек айтпаймын десек, ол шын ба, шын емес па? Раббым, мен енді өсек айтпаймын енді деп айтып отырық біз. Сондай өсектен сақташы мен, Раббым, енді ғайбат айтпаймын мен, сақташы мен деп сондай бір дұға жасадық, жарты сағат отырып. Сосын бір сағаттан кейін жерде ғайбат айтып жүрсек. Шындықпен шыққан дұға емес ол. Ол уайымнан шыққан дұға емес та. Міне қашан шындық болады, дұғаңа дейін өз салып береді аузыңызға. Міне оны Бақара сүресінде Алла Тағала айтады. Фаталаққа адаму мин раббихи калиматин. Сол кезде адам Раббысынан қабылдады ғой сол сөздерді дейді. Жаңағы Аллаға қарай тәубаға шығу сөздерінде иннаху хуа тауабур рахим, Алла Тағала деген ол сөзсіз сондай рахымды, сөзсіз құлына егер өкінсе қайтадан бойсынуға қайтарады ғой дейді. Тәубасын қабыл етеді деп. Сондағы Алла Тағаланың Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың көкейіне салған сөздері Қала, екеуі айтты дейді. Раббана золанна анфусана. Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік жасадық. Сен берген едің бақты. Біз өзіміз тайдырдық оны бастан. Ешқашан басыңызға келген бір бақ, қараңыздар, ол өзіміздің күнәміздің себебімен кетіп қалады екен бастан. Алла Тағала Құранда бізге Шура сүресінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма асабакум мин мусибатин. Қашан басыңа бір қиыншылық келіп қалса, яғни бір бақ кетіп қалса деген сөз ғой. Түсіндіңіз ба? Сол қиыншылық келіп қалса, фабима касабат айдикум дейді. Қараңыздар, айқындап беріп отыр. Өз қолдарыңмен істеген істеріңнің кесірінен келді дейді. Неге оны алып қойды Алла Тағала? Өйткені мен сенің ары қарай бұзылуыңды қаламаймын дейді. Жөндеу керек дейді сені. Мен сені бойсынуға қайтару үшін алып қойдым дейді оны. Түніңде тахаджуд пайда болсын деп, күніңде ораза пайда болсын деп, көп сөйлемейтін болып кішкене жылап, дұғаларың, зікірің көбейсін деп алып қойдым дейді аны. Жөндеп алайын деп. Сосын қаласа береді. Өйткені Алла Тағала берген нәрсесін арттырам деп уәде берген, егер шүкір етсең дейді. Сондықтан қайсысы біреуімізге сондай бір бақ беріп, сосын оны алып қойса, ол сізге деген адал махаббат үшін алып қойғанда оны. Өйткені ол жөндемесе сізді кім жөндейді енді? Міне, сондықтан әрбір көңіліңізге ұнамай қалған нәрсені ойламаңыз, бір жамандық келіп қалды деп. Ла тахсабуху шарран лакум дейді адал. Ешқашан жамандық деп ойлама дейді оны басыңа келген. Бәл хуа хайрун лакум. Керісінше бұл хайырлы дейді сендерге. Кішкене сабыр етіп тәубаға келсең түсінесің дейді қандай хайырдың келгенін басыңа. Өйткені 180 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін, бақшаның жеміс бермей қалса сізді. Егер сіз сол жерде ризамын Раббым, түсіндім мен бәрін десеңіз, сіз мүлде басқадан болып кетуіңіз мүмкінсіз келесі аптада. Ол сол үшін алып қояды оны. Міне сол жәннат деген бақ, көрдіңіз ғой. Екеуі де айтты: Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік істедік. Өйткені Алла Тағала жаныңды қорға деді. Мына жақта нәпсі деген нәрсе бар. Мынаған жақындатпа шайтанның уәсуасын, тыңдама, ерме. Біз өзімізге өзіміз кесір істедік, Раббымыз. Содан кейінгі сөздерді қараңыздаршы. Ва иллам тағфир лана. Егер де сен бізді кешірмесең, осы күнәмізді кешірмесең, бірақ нәрсе жасалды. Бірақ қорқыныш қандай болып отыр да? Біз мың нәрсе жасап қорықпаймыз бүйтіп. Көрдіңіз ғой? Сосын біз бұл дұғаны жаттап алып Құраннан айтып жүрген кезімізде де біздің қатты бір жүрегімізден де шығып жатпауы мүмкін ол. Сондықтан біздің тәубамыз шыңдалмайды. Егер енді сен бізді кешірмесең деп отыр. Ва тархамна, рахымыңа бөлемесең, ланакунанна минал хасирин. Бітті біз. Мүлде зиянға ұшырағандардан болдық деген сөз ғой Алла. Раббымыз, бітті. Бізде енді түк жоқ, құрыдық деген мағынаны айтып жатыр да. Алла Тағала қабыл етті тәубаларын. Енді бұл бір нәрсе мүмкіндік, жәннатта бойсыну
тұрақтылығы жүзеге аспай қалды. Ата Тоха сүресінде де айтады, мына білімнің маңыздылығы, құрметті жамағат. Мысалы, сіз бір білімді білесіз, бірақ оны ұғыну керек екенбіз. Мысалы, мына дұғаны біз қазір оқып отырмыз. Роббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хусирин жаттап алдық. Біз білім бар бізде. Жаттап алдық. Қалай? Сосын біз оны айтамыз. Сосын айтамыз да ана жаққа ғайбат айтамыз. Мына жақта не айтамыз? Бұл дұға бізбен бірге жұмыс істеп жатқан жоқ. Біз бір Құраннан дұға жаттап алу керек. Кішкене арабша білетінімізді көрсетеміз дегендей. Әдемі өте. Ана жақта адамдарды ойлап қалуы мүмкін, мә, не айтып отыр мынау деп. Бірақ асылы біздің жүрегіміз онымен өмір сүріп жатқан жоқ қой. Сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фата'ала Аллахул маликул хақ." Сөзсіз Аллах Тағала жоғары патша, хақ патша ол. "Вала та'джал бил Құр'ани." Құранмен асықпа дейді. Қараңыздаршы, ана білім алуда да асықпа деп отыр ғой. Құр жаттап оқып алғаныңа, бір информация жинап алғаныңмен мақтанба деп отыр Алла Тағала бізге. "Мин қобли ай юхда илейка вахиху." Ана Жибрил саған уахиді толық аяқтап бітпейінше асықпа дейді. Мұтып қалам, білімді жаттап алам деген нәрселермен көп ауыра берме деп отыр бізде. Көрдіңіз ғой? "Ва қур робби зидни ғилма." Әрдайым сен бір нәрсені оқыған кезде сосын дұға жаса дейді. "Раббым, мен мына кітапты оқыдым қазір. Бірақ енді бұл пайдаға асуын, я Раббым, өзіңнен тілеймін. Аны оқып, сосын өз бетінше кешегі баяғы жартас, сол жартас болып жүргім келмейді, Раббым мен. Сонда білімімді арттыр деп дұға жаса дейді. Білімімді арттыр деген сөз, ұғайын мен не алып жатқанымды. Қашан сіз алған нәрсеңізді ұғынасыз, білімнің артуы деген сол. Көрдіңіз ба? Ұғынуыңызбен тақуалық жұмыс істейді. Өйткені Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Лайсал илму би касрати ривая." Сенің көп ақпарат жинап алып, көп риуаяттарды біліп жүруің ол білім емес дейді. Қалай сонда? "Иннамал илму бит тақуа." Білім деген тақуалық дейді. Тақуалық қайдан келеді? Оқыған нәрсеңді ұғыну. Не қалап тұрып, бұдан Алла Тағала сізге. Мысалы, сіз оқып жатсыз мына аятты. Сосын бір аятты оқисыз да, енді ұғынбай тұрған көрінісімізді қараңыз. Мынау аналар туралы айтылған ғой. Маған жаттап алу керек екен айтып жүретін сөзді деп. Осылай біз аккуратно адастырады ғой шайтан. Түсіндіңіз ба? Жаңа кітап оқытқан кезде ол сіздің қасыңызда жүрген жоқ дейсіз ба? Ол әдемі жүр ол жерде. Ол білдірмейді мүлде. Мына келесі бетінде айтады қалай. Мүлде көзіңе көрінбейді дейді ол. Өзіңмен өзің ақылдасып отқан қылып жібереді дейді ол бүйтіп. Ақылмен бір тәжірибемен шешіп отқан сияқты қыла салады дейді да. Шынында да ол өзінікін өткізіп жіберген. Мен осылай өткізіп жіберді ол да. Сөйтіп Адам алейхиссаламдар жаңағы Хауа анамыз жаңағындай жағдайға тап болып қалды. Сонда Алла Тағала мына қателіктің өзін бізге мысалы дұрыс түсінуіміз үшін Адам алейхиссаламның осы қателескен кезіндегі оқиғасы туралы мысалы Тоха сүресінде мынандай сөздермен түсіндіреді. Жаңа ағашты жеп қойғаннан кейін жапырақтарды жауып жатқан кезде сонда «Вағасо Адаму роббаху» дейді. Қараңыздар. Адам Раббысына асылық жасады дейді. Қараңыздаршы. Тілазарлық жасады. Бұлай қарап тұрсаң бір ағаш сияқты болып көрініп қалған ғой. Біз өткен қиссаны біз солай жеңіл айтамыз да құр оқиға үшін. Бірақ оның мағынасы біздің жүрегімізде өмір сүрмей қалған да. Сонда Алла Тағала оны кішкентай оқиға қылып тұрған жоқ оны. Адам Раббысына асылық жасады дейді. Асылық деген сөз арабтың асо деген сөзінен шыққан. Құранда асо. Асо деген тілазарлық, тыңдамау, бойсынбау деген мағыналарды білдіреді. Фағуа дейді. Сосын қараңыздар. Раббысына асылық жасап, тілазарлық жасады да ақылсыздық қылды дейді. Сонда жаңа ағаштан жеген кез ақылсыздық деп аталады Алла. Көрдіңіз ба? Ақылсыздық. Мысалы сізге келіп біреу жаңағы көмек сұрап қалса, қарыз сұрап қалды, сізде бардың. Сосын сіз бермей қалдыңыз. Сіз қандай сылтау айтсаңыз да Алла айтады, ақылсыздық қылдың дейді, болды. Біз осылай жұмыс істеу керек біз өзімізбен. Біз олай жұмыс істемейміз ғой. Біз баламыз құрысқан кезде ғана айтамыз. Ақылсыз.
бір ешқашан өзіңе өйтіп айтпағансың да. Алла тағала тәрбиенің ең мықты жаңағы несі Алла тағаладан келеді. Соқтан Алла тағала бірден айтады, ақылсыздық қылды дейді. Міне. Сосын барып, енді ол тәубе қабыл етілу керек. Түсіндіңіз ба? Алла тағала шешу керек. Не шешер екен деген нәрсеге қарай уайымдап тұрған кезде Алла тағала айтады, «Суммачтабаху раббуху». Сосын Раббысы оны қайыра таңдады. Ән қараңыз. «Фатаба алейхи». Бойсынуға мүмкіндіктерін қайтарды. Жаңағы дұғаларын қабыл алды. «Уахада». Сосын жолға салды дейді. Міне қараңыздар. Соқтан күнәдан кейін үш нәрсе керек екен көрсетіп отыр Алла тағала. Біз қандай да бір қателік жасап қойғаннан кейін Алла тағала бізді қайта таңдау керек. Көрдіңіз ба? Жаңағы тәубамызды қабыл ету керек. Сосын жолға салу керек. Біз бұны уайымдамасақ, біз жаңағы 200-лерде Алла тағала айтқандай, яхсабуна аннахум аля шай. Олар ойлайды, бәрі түзу кетіп бара жатырмыз деп дейді. Бізде де солай көп жағдайларда ойлаймыз да. Өзіңіз ертең мысалы бір сондай жағдай ғайбат сияқты, өсек сияқты немесе біреуге ашуланып орынсыз осындай нәрсе жасап қойғаннан кейін осы оқиғаны еске алыңыз да өзіңіз салып көріңіз. Біз қаншалықты деңгейде өзімізді босап кеткенбіз біз. Соншалықты еркіндік келген бізге. Міне, көрдіңіз ба? Алланың жаңағы қаһары деген нәрсені біз мүлде еске алмаймыз сияқты оқығанбыз. Тек қана кешірімді, мейірімді, сол нәрселерді жанымызға бүйтіп алған біз өзіміз. Адам алейхиссаламды қараңыз. Ол білмей ме Алла Раббысының кешірімді екенін? Ол білмей ме Раббысының рахымды екенін да? Бірақ мойындаған кезде қалай мойындап отыр? Міне, Раббымыз біз әділетсіздік жасадық өзімізге. Егер сен кешірмесең, рахымыңа бөлемесең, үлкен сөз мынау. Біз соны солай айтамыз ба ғайбаттан кейін? Айтпаймыз. Өйткені бізде ол кәдімгі іс болып қалған ол. Алла тағала кешіреді деп қағазда келіп қалған сияқты бізге. Айта бер дегендей. Міне, сондықтан әрбір ол кішкентай нәрсе ме, үлкен нәрсе ме, мәселе күнәнің үлкен кішісінде емес, мәселе күнәдан кейінгі жүрегіңнің әсерінде. Міне осы жерде жаңағы уасуас салғаны секілді Адам алейхиссаламға. Мысалы бізді де осындай оқиғаны тыңдап отқан кезде бізге де салып жібереді. Бізге қай тұрғыдан салады? Қандай ағаш болды екен деген. Егер ол қандай ағаш болды екен деген нәрсенің пайдасы болса, Алла ашар еді оны. Алла тағала пайдасыз білім санады. Мәселе ол ағаштың қандайлығында емес, мәселе ол ағашқа жақындамауда еді. Болды іс. Соқтан ешқашан мұндай сұрақты қоймаңыздар. Алла тағаланың мына аяттарының құрылысы қойғызбай тұр ондай сұрақты. Түсіндіңіз ба? Сосын екінші уәсуас салады шайтан. Қалай азғырды екен? Оны Алла тағала түсіріп жіберді емес пе екен деген нәрсе. Бұның бәрі сол шайтанның сұрақтары өзін дайындап беріп жатқан. Өйткені оның қалай деген сұрақтың бұл жауабы Алладан басқа ешкім білмейді. Сосын қайсы бір адамнан барып сұрасаң да ешқашан сізге Алланың атымен ант етем деген нақты жауап бере алмайды. Сондықтан өзіңнің де басыңды қатырма, біреудің де барып басын қатырма. Бізде сұрақ болуы мүмкін, білімде терең болғандар, көп оқығандар білетін шығар деп. Оны да Алла тағала ойластырып реттеп қойыпты бізге. Құранда Али Ғимран сүресінде айтады: «Уар-расихуна фил илми». Я, сендер айтып тұрған білімде терең болғандар дейді, қараңыздар. Біз ойлаймыз ғой, біз керемет бір кітап айтатын шығар бізге бұл жайында деп. Сондағы сөздері «Аманна бихи» дейді. Иман келтірдік бұған. Қараңыз. Күллу мин инди роббина. Түсіндіре алатын жерімізде, түсіндіре алмайтын жерімізде Алладан. Бұндай сөзді «Вама язаккару илля улул албаб». Ақыл иелерінен басқа адамдар айтамайды дейді бұндай сөзді. Ал қараңыз енді. Сонда біздің сұрақтар неден шығып жатыр? Ақылдан емес, көңіліңнен. Оның жаңағындай сөзі мен білмеймін деген сөзі сіздің көңіліңізге жақпайды. Өйткені сіздің көңіліңіз көпіріп сөйлейтінге үйренген да. Енді ол сіздің көңіліңізді қанағаттандыру бұл Құранның міндеті ме? Құран сіздің ақылыңызды ретке келтіруге келген. Ал көңіліңізді Аллаға бағындырасыз да осы Құранға.